Полиглотизм дегенimiz бірнеше тілде жетік сөйлей алып түсіну. Ол мультилингвализм деген сөздің синонимі. Яғни мысалға сіз қазақ болсаңыз, қазақ тілінен қатар басқа да бірнеше тілде жетік сөйлеу. Ондай адамдар әлемде біршама. Сіз де полиглот атана аласыз. Ол үшін 5 тілден көп тілді жетік білуіңіз керек. Дәл қазіргі кезде бізде барлық мүмкіншіліктер бар. Қала орталықтарында көптеген тілдерден ақылы курстар ашылған. Не болмаса интернеттен әртүрлі вебинарларға қатысуға және интернет арқылы курстарға қатысуға болады. Ал гиперполиглот деген термин 2008 жылы лингвист Ричард Хадсонмен тіркелген болатын. Гиперполиглот дегеніміз полиглоттан да жоғарғы дәреже. Ондай гиперполиглоттар тарихта аз болмаған. Сондай атақты гиперполиглоттардың бірі Абу Насыр Әл-Фараби 50-ден астам тіл білген. Қазіргі кезде де ондай гиперполиглоттар жоқ емес. Солардың бірі бүгінгі видеомыздың кейіпкері Тимоти Донер. Бұл Нью-Йорктік студент 20-дан астам тіл біледі. Тағы да таңғаларлығы бұл тілдердің көбісін 4 жылдық уақытта бағындырған. 1995 жылы туылған Тим Донердің ең бірінші үйренген тілі иврит болатын. Иврит тілі ол Израиль тұрғындары еврейлердің тілі. Тимнің айтуы бойынша иврит тілінде еврейлердің музыкасы қызықтырған. Оған қоса ондағы саяси жағдайлар Тим Донердің иврит тілін тез үйреніп алуға жеделдеткен. Одан кейін өте маңызды тілдер қытайшаны, жапон тілін, парсы және араб тілдерін, нигериялық хаусаны және индонезия тілін үйренеді. Ал әрі қарай европалық оңай тілдер француз, неміс тілдерін үйренген болатын. Сонымен Тим бізге интернетке осындай көп таралатын видео салу идеясы қайдан келгенін және қалай бұл тілдерді тез үйреніп алғаныңызды айта аласыз ба? Өйткені 20 тіл осындай қысқа уақытта өте қиын ғой. Әрине біреу 20 тілде сөйлей алады деп айту өте қиын және осы нәрселерден, яғни соң іздеріп медиаға полиглот ретінде көп түсе бастаған. Бірақ бәрінен бұрын бұл идея маған Нью-Йоркке саяхаттап барғаннан бұрын жаймендеп үйрене бастағаннан келді. Қазіргі кезде көптеген адамдар минимум алғанда 2 тіл біледі немесе түсінеді. Ал 16 жасында 20 тіл білу дегеніміз шынымен де таңғаларлық жағдай. Көптеген полиглот адамдар шпиондықта жұмыс жасайды, яғни қазақша айтқанда барлауда. Дәл сол сияқты көбісі Тим Донерге де сіз шпион болғалы жүрсіз бе деген сияқты сұрақтар қояды екен. Тим Донер тағы да бір интервьюларының бірінде ол 20 тілдің ішіндегі көптеген тілдерді онлайн курстардан, яғни интернеттің көмегімен үйренгендігін айтады. Бұған қарап біздің ағылшыншаны не орысшаны мүлдем үйрене алмаймыз дегеніміз шынымен де ақымақтық болар еді. Hello, my name's Tim, I'm 16, and in this video I'm going to be speaking 20 languages. Or 19 if you don't count English. I'm at different levels in all of them, and if you have any advice, please let me know. J'aimerais bien commencer en français, parce que c'est la langue que je connais le mieux. Après l'anglais, bien sûr. Je me suis mis à apprendre français quand j'avais que 8 ans, et maintenant je l'utilise chaque jour en classe, sur Skype. Et en fait, ce printemps, je suis resté avec une famille française à Paris pendant 2 semaines. Et je ne sais pas, je crois que c'est vraiment une jolie langue. Alors, je veux que chaque langue dans cette vidéo soit liée à celle qui la précède, et parce que la France a une grande influence culturelle et linguistique sur l'Afrique de l'Ouest, je voudrais pratiquer les langues que je connais de cette partie du monde. Mais je dois vous avertir en avance que je ne les parle pas bien. Alors, Barka de Asba de Fatandai Komai La Pia Sunana Tim ni Yar Amerikane Yau La Hadidne Sa piace yanzu karfe 10 wannan ɗakin na ne littafina ne na fara koyon harshen Hausa yau da 3 shekara na ba koyi da karantarwa ba. Na gode, sai anjima. Assalamu alaikum. Nanga def. Damatang wolof ndaxte dégg na faransa ak arab te wolof moo gën a yom Hausa. sama xarit jàngalekat la itam. bëgg na dem Ndakaaru ndaxte wante dégg na tuuti wolof. léegi bëgg na tuuti wolof wante suma demee dina mën wax. Хорошо. Всем привет. Если вы видели мое первое видео, возможно, вы знаете, что я изучил русский без учителя. И моя самая большая проблема на русском – это ударение и произношение, и грамматика.
Мой русский друг недавно мне дал Анна Каренина на русском. И я начал читать эту страницу или 2 страницы каждое утро. Но это трудно даже со словарем. Тоже совсем скучный. Я хочу побывать в России, потому что я очень люблю путешествовать, и, конечно, мне нужна практика. Скавронның жаңа рубрикасы сізге ұнады ма? Бұл рубрикамызда біз әлемдегі өте таңғаларлық адамдарды видеомызға кейіпкер қылып алып, солар туралы айтатын боламыз. Мүмкін кейбіреулер үшін мотивация болып қалар. Ал біз видеомызды аяғына жеткіземіз және сіз лайк қоюды ұмытпаңыз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін ол үлкен қуаныш. Таныстарыңызға да осы видеоны көрсетіп қойыңыздар.